Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқырмандар. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 109 жыл толуына орай заманының заңғар перзенті тұлғалық кешті ұсынамын. 1912 жылы 12 қаңтарда Верный, қазіргі Алматы қаласында қызметкерлердің отбасында өмірге келген. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың есімі әрбір қазақ үшін қастерлі һәм қасиетті екені сөзсіз. Қылышынан қан тамған кеңес үкіметінің тұсында ел ағаларының басты арманы ұлтын сақтап қалу болды. Ол тәуелсіздік үшін күрес жолында жан алысып жан берісті. Дәл осындай азаматтардың бірі Дінмұхамед Қонаев еді. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, халқы үшін қалай аянбай еңбек етсе, елі де оны дәл солай ұлықтап төбесіне көтерді. Димаш Ахметұлы туралы естелік айтқандардың қайсысы да ол кісінің өте кеңпейіл, сабырлы да салмақты, парасатты адам болғанын баса айтады. Мейлі қызмет бабында, мейлі күнделікті өмірде болсын, ашу шақырып, дауыс көтеру, біреуге жеку әдетінде болмаған. Үлкенмен кішімен бірдей ашық жарқын кейіпте сөйлесіп, елмен еркін араласқан. Үкімет қызметінде жүрген кезінде өзінде жұмысқа ешбір оққағарсыз, көліксіз, аяңдай басып, жаяу барғанды ұнатқан. Кісі баласын жамандап, сыртына сөз айту, ғайбаттау дегенді білмеген. Сол сияқты жақсылығын білмеген, байыбына бармай өзін кінәлаған адамдардың өзінде кешірімменен қараған. Біреуменен өштесу, кек сақтау демекенге жат болған. Осы кезге дейінгі ұзақ өмірінде көптеген жайттар кездесті. Оның жақсысы да, жаманы да бар. Бірақ бұл менің өмірім. Басқалар сияқты менің басыма да қаралы күндер болды. Бірақ мен олардың бірде-бірін жадымнан сызып тастаған жоқпын. Сондай-ақ ештеңеге өкінбеймін және ешкімге өкпелемеймін деп сырақтарғаны аян. Жаратушы кең бітім, жомарт мінезбен даралаған кісілігі зор адам ғана осылай айтса керек. Демекенің көпке белгілі бір қыры ол, қолы қалт еткенде аңға шыққанды жаны сүйген. Сол себепті де қару-жарақ коллекциясын жасағанды ұнатқан. Серік Әбдірайымұлының естелігіне сүйенсек, Димаш ағаның мергендігіне талас болмағаны және аңшылықта да өзінің жөн жобасын, заңдылығын сақтай отырып жасаған. Мұның сыртында тарихи романдарға, танымдық әдебиеттерге ден қойған, халық әндерін, күйлерін тыңдағанды ұнатқан. Спорт түрлерінен боксқа, күреске құмартқан. Қаж-мұқанды аузынан тастамай айтып отырған. Дүниеден өтер өткенінше күнде таңертең 6 сағат дене шынықтырумен айланысқан. Таңертеңгі астан кейін күнделікті газет журналдарды қарап, қат-хабарды ыждахатпен оқып отырған.